Ассаламу алейкум достар, бұл видеомызда стиза, стизб герметик қалай жағамыз, компаниясы Апас по ГОСТу монтаж қалай жасады, сол жайлы видео көрсететін болам. Қазір рама қойылып тұр, полный шуруп қатырылды, пена шашылды, астынан үстінен. Бірінші процесс, мына сырттағы шығып тұрған пенаның бәрін, қазір лишний пеналар дейді ғой, соның бәрін пышақпен бір тегіс қылып қырқып шығамыз. Асты, үсті полностью. Енді бұл жерде қазір ішкі жағына лента жапсыруға болады, но бірақтан енді бұл күннің сәулесі түспеген екен, ол керегі де жоқ деген сияқты. Сол себепті біреулер қолданады, біреулер қолданбайды. Егер прям қаражатыңыз жетіп жатса, ішінде герметигін жақ болмаса лента жапсырсаңыз болады. Қазір бұл жерде тек қана сыртқы күннің сәулесінен қорғаймыз қазір пенаны жалпы. Сол процессті көрсетеміз, қалай жасайтынымызды. Достар, міне жалпы пенасының бәрін ровно қырқып алдық сырттан. Қазір уже стиз А, стиз Б жалпы. Стиз А деген сыртқы. Мысалы, мынау қазір көрсетейін. Герметик қаймағымыз. Мынаны қосып жеп алсақ та болады деген ба? Міне стиз А Ультра А. Бұл именно сыртқы. Наружный дейді ғой. Мына жерде жазылып та тұрған шығар. Жазылып тұр. Наружный деген сияқты. Осыны қазір шпательмен алады да жігіттер. И сыртына процесс бастайды полностью. Сырттағы пена. Мақсат не бұл жерде? Пенаны күннің сәулесінен қорғау. Мысалы, сарғайып кетіп, ұнтақ болып кетпеуінен жалпы солай процесс. Қазір сіздерге көрсетейік, қалай жалпы герметик жағатынымызды. Қараңыздар. Пенасын қырқып, стизін жақтық полностью сыртына күннің сәулесінен қорғадық. И сразу наклейкасын алып тастадық. Сіздерге көрсетейін, маған бере ғой. Жалпы, ал бисмилля, мобилор шамалы биіктіктен қорқатын бар екен, сол себепті. Міне жалпы, қараңыздар достар. Дәл осылай герметик жағылады полностью. Мына жақтарын қараңыздар. Наклейкасын бәрін алып тастау керек күннің сәулесінен қорғау үшін. И одан кейін астын қараңыздар. Поставочный профиль дейді ғой. Поставочный профильға міне пенасы толықтай қырқылды, толықтай жағылып шықты. Жалпы осы по ГОСТу монтаж дегеніміз осы.